жүрміз. Жанымыз жадырап жаздай, әніміз көңілді саздай, сағыныш құшағын жазбай, қолдарын создай. Көкке ғана самғады арманым күнде, әнімнің таңдады жолымыз бірге. Алауын қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайып бірге. Сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер әдемі әнмен бірге. Егіздей анадан туған бұлақтай ағатын шыңнан сыңғырлап, әуенін тыңда ән болып самғап. Әдемі қоршаған жандар билесін, шаршаған жандар біздермен ертегі әлем ажарлы әлем. Көкке ғана самғады арманым күнде, әнімнің таңдады жолымыз бірге. Алауын қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайып бірге. Сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер әдемі әнмен бірге. Көкке ғана самғады арманым күнде, әнімнің таңдады жолымыз бірге. Алауын қызыл гүлдердей құлпырайып күнде, жап-жарық нұрлы жұлдыздай жарқырайып бірге. Сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер әдемі әнмен бірге. Сұлу нәзік жүректер сіздерменен бірге, орындалсын тілектер әдемі әнмен бірге. Бәрекелді, құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасының төрінде әдемі дуэті. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, қайырлы таң. Армысыздар? Қайырлы таң. Біздің әдемі диванымызға жайғаса қойыңыздар, төрге қарай шығыңыздар. Әндеріңіз керемет екен. Рахмет. Бұл қандай ән, авторлары кім, қашан жазылды, айта отырыңыздар. Бұл әннің тұсауын бүгін кесіп отырмыз. Тұсаукесер болды жаңа ғана, иә? Тұсаукесер ұлттық арнада өздеріңізге келіп, сүйінші сұрап осы әннің тұсауын кесейік дедік, ырымдап. Әдемі ән екен, өте Әннің ырғақты, атауы көңілді екен. әдемаймен бірге. Бұл әннің шығу тарихы өте қызық. Біз бұл әннің атын әдемаймен бірге деп те қоямыз деп ойлаған жоқпыз. Әнді жазып, аранжировкасын өңдеп, сөзге беретін кезде Құрманай Бақтиярқызы осы елімізде талай хит әндерге өлеңнің сөзін жазып жүрген Құрманай әпкемізге бергенде, ол кісі өздігінен шабыттанып, мен сендерге таныстыру ретінде, сендер енді Тараз өңірінде жүрсіңдер, республика деңгейіне өздерінде таныстырыңдар, әдемаймен бірге болсын деп, осы әнді бұлай тұсаукесер ретінде шығарып берді. Жақсы. Әуеннің авторы кім, әннің? Сильвия Акопян, яғни ал сөзі Құрманай Бақтиярқызы. Бәрекелді, керемет ән екен. Құрметті көрермен қауым, әдемай дуэтіне, яғни Әсел, Әсем, Тілеубердиеваларға қояр сауалдарыңыз болса, бізге тікелей эфирге қоңырау шала аласыздар. 261 55 05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8727. Жаңа ғана енді айтып қалдыңыздар, негізінен сіздер Тараз қаласынан екендеріңізді мен өз басым жақсы білемін. Енді Алматы қаласына қоныс аударып жатыр екенсіздер. Бұл өнер жолындағы өсу, өрлеу ғой. Әрине біз Тараз қаласының тумасымыз, яғни өнер ордасына, өнердің нағыз қайнап тұрған ордасына қоныс аударып жатырмыз. Себебі барлық жұмыстар, барлық түсірімдер Алматы қаласында болғандықтан Алматы қаласына қоныс аудардық. Құттықтаймыз. Рахмет. Бірден бір себеп, енді 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласында жүрдік, оқыдық, өніп, өстік. Әкеміз бізді үлкен қалаға барыңдар, көріңдер, ізденіңдер деп, осылай қанаттарыңды қағыңдар, самғаңдар деп Алматыға
барыңдар деп рұқсатын берді. Өздеріңізге тілек айтам деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алматыдан, немесе Алматы облысынан ғой деймін. Нұрзия апайымыз, қайырлы таң. Қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Мына Алматы ұжымына келіп отырған мына әдемі қыздарына риза болып отырмын. Өздері Тараз өңірінен деді ғой деймін, иә? Дәл солай. Иә, Тараз өңірі маған таныс. Ол жерге бірнеше рет барған, әпкем сол жақта тұрады. Қызым да сол жақта оқып келген. Тараз өңірінің қыздардың жетістіктеріне риза болып отырмын. Болашақта да мынандай осы жақсы әндермен бізге көріне берсе деймін. Рахмет, Нұрзия ханым, тілек ниетіңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Жүректен үлкен рахмет. Енді сіздер апалы сіңілісіздер ғой, бір үйдің қыздарысыздар. Туған әпкелі сіңіліміз. Кім үлкен, кім кіші? Әсел үлкені, мен кішісі. Қыздың жасын сұрауға болмайды, сондықтан сұрамай қойын ба? 16-да. Жақсы. Шыны керек, мен өз басым біраз уақытқа дейін сіздерді егіздер екен деп ойлап жүрдім. Және солай ойлаған тыңдармандар да көп сияқты, Әрине, біз басында топ құрылмай тұрып, жеке-жеке ән айтатынбыз. Оған дейін бізді ешкім ұқсатпаған. Одан кейін бір күні әкеміз ұсыныс тастады, екеуің бірге ән айтып көрсеңдер, қалай қарайсыңдар деп. Бір ең алғаш сахнаға шыққаннан бастап, халық өзі атау берді, егіз деген, өзімізде таң қалдық. Бір-бірімізге қалай топ болып құрылып кеттік, солай бір-біріміздің ойымызда бір болып кетті. Болмаса, белгілі бір көз қарасымызда бір болып кетті, егіз сияқты. Халық бізді егіз деген атау берді. Содан көпшілік солай қабылдап жатыр. Сіздер студиямызға қонаққа келдіңіздер, ал біздің телефонымызға тыным болмай жатыр. Енді Тараз қаласынан қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Сіздер мына тамаша хабарларыңызбен қуанып отырмыз. Әдемай дуэтінің дауысы да әні де өте тамаша. Бұларға үлкен творчестволық табыс тілейміз. Дені сау болсын. Жоғарыдан Алматыға қосылған өте жоғары биіктен көріне берсін. Денсаулық тілейміз. Жақсы, көптен көп рахмет, өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Өзге көрермендер қоңырау шалам десеңіздер 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз. Енді әдемай дуэті деп отырмыз, Құрылғандарыңызға қанша уақыт болды сіздердің? 2,5 жылдың жүзі болды. Енді ол кезде өзіміздің оқыдық. Енді мына республика деңгейіне шығып жатырмыз. Оқыдық деп отырсыздар. Музыкалық білімдеріңіз бар ма? Мен музыкалық білім алдым. Әсел журналистика саласында сіздің әріптесіңіз. Сол саланы тамамдадым, енді өзіңіз білесіз ғой. Бірақ бала күніңізден ән саласыз? Бала күнімізден әкеміздің, анамыздың жетелеуімен өнер әлеміне деген қызығушылығымыз. Ол кісілер де өнер адам болғаны ғой. Енді әкеміз термеші, әнші, осы елімізге белгілі өнер дүлдүлдерімен бірге білім алған дегенмен, ол кісі сол бір жылдардың қиындығына байланысты үлкен сахналарға шығуға әкесі рұқсат бермей қойған. Сол себепті әкеміз бізді, сендер менің жетпеген жетістігіме сендер жетіңдер деп, бізге сондай батылдық беріп, қайсарлық танытып, бізге сондай демеу көрсетеді үнемі. Батасын берген дейсіз ғой. Тағы да бір көрерменімізді қабылдайықшы. Тікелей эфирге қоңырау шалған екен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз? Аты жөнім Бауыржан, Оразылла. Сол қояқ деген сұрағым, келешекте мына қыздардың өнерін көріп тамашалап отырмыз айналайын. Ақыл жастан, мына асыл тастан деген. Сондықтан құдай қаласа келешекте мына өнерлерін тоқтатпастан жоғары биіктен көріне беріне тілектеспіз. Сондықтан творчестволық табыс тілейміз. Тағы қандай әндерін тыңдай аламыз, бүгін мүмкіншілік болса эфирден сондай өтінішіміз болады. Рахмет, Бауыржан мырза, алғысымызды білдіреміз. Енді ән жайында сұрап жатыр. Жалпы қанша бар өздеріңізде қоржында? Қазіргі таңда қоржынымызда 12-ге жуық авторлық әніміз бар. Біз енді осы үлкен қалаға келердің алдында әбден қамданып келдік. Ән қоржынымызды дегенмен де әлі біз үшін іздену керек. Әндердің қоржынын көбейту керек. Енді міне өзіңіз қарап отқандай ұлттық арнаның демеуімен қаншама көрермен ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Әншіні өсіретінде ол халық бізге қолдауын білдіріп жатыр. Сіздер бізді олай қолдап, қошеметтеп жатсаңыздар, біз қанатымызды биікке самғай береміз. Жаңа ғана қоңырау шалған осы Бауыржан ағамыз тағы бір әндеріңізді тыңдай аламыз ба деген өтінішін айтып қалды. Жалпы ондай мүмкіндік бар ма? Қалай қарайсыздар? Енді әрине жанды дауыста бір әудеу жерсеңіздер қосылып. Біздің халықтың арасында бір шумақ жетеді бізге. Мүмкін екен деген. Бір шумақ, бір қайырма.
Кеңес Дүйсекеевтің еркеледім сен деген айтайық. Бақытым бұлағымдай, балауса құрығымдай, еркеледің сен көзімнің жалынымен, сезімнің ағынымен, ертеледің сен. Сол бір сезім кетті қайда, сол бір көзім қайда, сол бір көктем оралмай ма, бақыт қайта қона алмай ма. Ай, бәрекелді. Бауыржан ағамыз бір риза болып қалды деген ойдамыз. Сіздер енді негізінен Тараз қаласына, жалпы оңтүстік өңірге кеңінен танымалсыздар. Сол жақтағы біраз ағайын сіздерді алтын аралар деп атап кеткен екен. Неге алтын аралар? Басында өзімізде таң қалдық, шыны керек. Араны білесіз ғой еді, бал жинау үшін қаншама еңбек етеді, маңдай терін төгеді. Алтын біз Әсем екеумізге күн демей, түн демей еңбектеніңдер, ешқашан шаршамаңдар деген әкеміздің сондай қағидасы бар негіз. Бізді қатал тәрбиелеген отбасымызда. Сол себепті екеуміз жаңағы уақытымызды құр бекерге сарп етпеуге тырысамыз. Әр минутымызды мәнді, секундымыз сәнді өткізуге тырысамыз. Еңбектенумен өткізгенді жөн санаймыз. Сол себепті бізді халық өзі неге екенін қайдам алтын аралар деп халық арасында солай атайды екен. Оған әрине біз қуандық, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Әдемі атау меніңше. Және тағы бір сауалымды қоя кетсем, біздің енді уақытымыз да соңына таяп қалған екен. Сіздер енді бүгінде танылып қалдыңыздар кәдімгідей. Қазір уақытта жас әншілерге танымалдыққа ие болу өте қиынға соғып жатады. Осы аса көп шығындалмай танымал болудың жолы бар ма? Көптеген әріптестеріміз өнерде жүрген айтып жатады, сендер қалай үлкен сахналарға шығып жатсыңдар, сендер үлкен қаржы керек деп айтып жатады ғой. Үлкен қаржы керек деп айтып жатады дегенмен, өзгеге қол қусырып қарап отырмай, өзі еңбектену қажет әнші. Біздің бір қағидамыз бар, Әсем екеуміздің. Көп еңбек еткенге бір күні бақыт міндетті түрде басын еді. Сондай-ақ маңдай терлемегеннің қазаны қайнамайды дейді. Әрине еңбек кішкентай кезімізден бастап еңбектенгенді жақсы көреміз. Әкеміздің де ұстанымы бар. Еңбектену керек, төзім керек, сабыр керек, батылдық керек. Бар мәселе ақшада емес, еңбектенгенде. Барлығы еңбекте дейсіз ғой. Қимылдаған қарасат деген сөз бекер айтылмаған болса керек. Таң уақыттарыңызды бөліп, бізге Таңшолпанға келіп, осындай әсем ән шырқап, келелі сұхбат өрбіткендеріңізге рахмет, шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Рахмет. Бізде осы орайда айтып кеткіміз келеді, осындай жас таланттардың танылуына, қанат қағуына үлкен көмек көрсеткен ұлттық арна ұжымына алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта Әдемай дуэті, яғни Әсем Тілеубердиевалар. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар. Алматы студиясы бүгінге осымен өз жұмысын тәмамдайды. Ал қазір сөз тізгіні астаналық әріптестерімде.